Маржан тағы да көз жасын әрең тежеп отырды. Ол тағы да бәлкім бәрі жақсы болып кетер деп үміттенген. Бірақ Индира мен оның қызы Сабина бұл жолы да оның әкесінің алдында ақымақ бұзылған өтпелі жасын қиын өткеріп жүрген ерке қыз етіп көрсететіні анық еді. Әрине өте ауыр кезең деп Индира күйеуінің алдында жасанды түрде көзін аударып қоятын. Маржан мүлде шектен шығып бара жатыр. Оны бақылауда ұстау маған оңай емес. Ал Сабина мен мұндай қиындықтар болған емес. Сен Маржан үшін көп нәрсе істеп жүрсің, мен соны бағалаймын деді әкесі көзін төмен салып. Оның өз қызы үшін ұялып отырғаны анық еді. Ең ауыр нәрсе оған ештеңе дәлелдей алмайтынын білу. Әкесі үйде жоқ кезде Индира Маржанды қорлап бітпейтін тапсырмалар жүктеп оқуға да, достармен кездесуге де, сүйікті істермен айналысуға да мүмкіндік бермейтін. Ал Индира адамдарды өзіне ыңғайлап алуда шебер керемет актриса еді. Ол әкені қызына қарсы қоюды да жақсы меңгерген. Маржанның әлсіз ақталуы мен шындықты айтуға тырысқан сөздері жат баланы бағып отырған қасиетті әйелге жала жапқандай көрінетін. Сондықтан бұл жолы да Маржан үндемеді. Үндемеудің өзі жеңіліс екенін ол бұрыннан білетін. Қыз төсегінің шетінде бүрісіп отырып, жүзін үлкен жұмсақ аюға басып алды. Бұл ойыншықты оған 7 жасқа толғанында әжесінің көршісі Досымжан аға сыйлаған еді. Ол күн әлі күнге дейін есінде, көрші үйге әрдайымғыдай жылы жымиып, қолында алып аю ұстап кіріп келгенде Маржанның қуанышында шек болмаған. Қандай бақытты уақыт еді. Соған қайта оралса ғой. Әжесін ойлап Маржан еріксіз жымиып қойды. Ол өзін шексіз сүйген қандай болса да қабылдаған жалғыз жанды қатты сағынатын. Әжесі немересін мейірімге бөлеп өсірді, онымен көп сөйлесті, жиі құшақтады. Бірақ әжесі 5 жыл бұрын Маржан 10 жасқа толғанда өмірден өткен. Сол күннен бастап қыздың өмірі күрт өзгерді, жақсы жаққа емес. Ал шын мәнінде Маржанның балалық шағы керемет болатын. Ол өз анасын білмесе де өзін бақытты сезінді. Анасы Маржанды дүниеге әкелген соң көп ұзамай көз жұмды, босанудан кейінгі асқынулар себеп болды. Дәрігерлер дәрменсіз еді. Осылайша Ербол Маржанның әкесі жаңа туған сәбиімен жалғыз қалды. Ол әйелін қатты сүйген, оның өлімін ұзақ уақыт қабылдай алмады. Жаңа туған баланы қалай бағып күту керегін Ербол мүлде білмейтін. Қызын қолына алуға да қорқатын. Сол ауыр сәтте анасы жанында болды. Ол абдырап қалған ұлын аяп нәрестені түгел өз қамқорлығына алды. Алғашында әжесі қаладағы пәтерде тұрды. Маржанның анасының ата-анасы ерте қайтыс болған еді. Ал Ербол балық аулайтын кемеде жұмыс істейтін, жиі ұзақ рейстерге кететін. Оның үстіне баламен айналысуға зауқы да жоқ болатын. Осылайша Маржан толықтай әжесінің тәрбиесінде қалды. Әжесі әке мен қыздың арасын жақындатуға тырысты. Ерболдың өзі баласына көңіл бөлсе екен деді. Бірақ ол ештеңе естігісі келмеді, қайғыға батып жүрген еді. Кейін есейгенде Ербол әкесінің ойында әйелі екеуі баласыз өмір сүрсе, бақытты болар еді деген өкініш жатқанын түсінді. Уақыт өте әжеге де бәрін жалғыз арқалау ауырлай түсті. Ол туған жерін жасыл шатырлы үйі бар ауылын сағынды. Онда шаруасы көп еді. Әжесі кішкентай Маржанды ертіп ауылға көшіп кетті. Ербол бұған қарсы болмады, тіпті қуанды. Ауылда әжесі бар мейірімін немересіне арнады. Жүргек ауыстыру серуен, ертегі айту ол өзін қайтадан жасанадай сезінді. Бұл жолы аналық бақытты шын мәнінде сезінді. Маржан жуас, тіл алғыш бала болып өсті. Сирек ауыратын бәрін уақытында үйренді. Әжесі оған сүйсінуден жалықпады. Қыз мейірім мен түсіністікке толы ортада өсті. Әжесі оның тірегі, қорғаны, ең жақын адамы болды. Әжесінің көршісі Досымжан аға да Маржанға ерекше жылы қарайтын. Ол жиі келіп үй шаруасына көмектесетін. Ал әжесі оны дәмді тағаммен қарсы алатын. Маржанның болашағына қатысты әжесінің арманы көп еді. Бірақ тағдыр басқаша шешті. Дегенмен Маржанның жүрегінде балалық шақтың ең жылы естеліктері мәңгі сақталып қалды. Әсіресе жаз мезгілдері. Сол кезде Досымжан ата қаладағы немерелері Карина мен Марина келетін. Олар Маржанның ең жақын құрбылары еді. Қыз оларды жыл бойы асыға күтетін. Олар күн ұзақ бір-бірінен ажырамайтын.
Үшеуі бірге болса жалығу дегенді білмейтін. Дегенмен ауылдың басқа балалармен қосылып ойнағанды да қатты жақсы көретін. Велосипед теуіп жарысатын, өзенге шапқылай жүгіретін, орманға барып адасқандай серуендейтін. Тығылмақ қуып ойнап, кеш түсе қорқынышты әңгімелер айтатын, жалаң аяқ футбол теуіп кешке қарай шаршап шалдығып, үсті басы шаң топыраққа былғанып, бірақ жүректері қуанышқа толы күйде үйлеріне оралатын. Кейде балалар тобы түнде Маржанның әжесінің үйінде қалып қоятын. Әже ешқашан ешкімді қайтармайтын үйде орын жеткілікті еді. Балалар түні бойы сыбырласып күлкіге қарық болатын, ал әже олардың шат-шадыман даусына ескерту жасамайтын. Ол бұл сәттердің қандай бақыт екенін жақсы түсінетін. Мардан ерте жастан ақ өз өмірінің өзгелердікіндей емес екенін сезе бастады. Басқа балалардың аналары бар еді. Әкелері де көпшілігінің қасында жүретін. Ал аналар әртүрлі болатын, біреуі жас, біреуі қаталдау, біреуі мейірімді. Бірақ бәрі де балаларының жанында еді. Бұл Маржанның көңіліне біртүрлі салмақ салатын. Сол себепті ол әжесіне жиі сұрақ қоя бастады. Ақыры әжесіне бәрін айтуға тура келді. Әйел немересіне оның дүниеге келу тарихын өте абайлап, жүрегіне жара салмайтындай етіп баяндап берді. Маржан анасын көрмегендіктен қатты күйзелген жоқ. Оның үстіне әжесі анаң қазір аспанда, сені сол жақтан қорғап жүр деген еді. Бұл сөздер әдемі ертегідей естілді. Дегенмен кейде баланың кішкентай жүрегін бір белгісіз сағыныш қысып алатын. Маржан кей сәттерде анасы жанында болса өмірі қандай болар еді деп қиялдайтын. Алайда әжесімен бірге ауылда тұрған кезде бұл ойлар оны мазаламады. Ол жерде бәрі жылы еді, тыныш әрі қауіпсіз болатын. Әкесі анда-санда ғана келіп кететін. Ол әрдайым Маржанның туған күніне сыйлықпен келетін, егер рейсте болмаса. Кейде 2 айда бір көрінетін. Маржан үшін ол әрі туған, әрі бөтен адам сияқты еді. Жас, сымбатты көздері мұңға толы ер адам. Әрдайым жинақы, сәнді киінетін. Әр келген сайын сыйлық әкелетін, әдемі қуыршақтар, сәнді көйлектер, қызықты кітаптар. Маржан таңғалатын, әкесі оның армандарын қалай дәл табады екен. Кейін ғана ол сыйлықтардың бәрін әжесі алдын ала айтып отыратынын түсінді. Әкесі көбіне бірнеше күн ғана аялдайтын. Қызымен не жайлы сөйлесу керегін білмейтін. Сабақ, достар, қызығушылықтары жайлы үйреншікті сұрақтар қоятын. Бірақ оның шын мәнінде қызықпай тұрғаны сезіліп тұратын. Ал көрші Досымжан аға мүлде бөлек еді. Ол Маржанның ауылдағы қызық оқиғаларын сүйсініп тыңдайтын, кейде күліп, кейде балалық шағын еске алып, ақыл кеңесінде айтып қоятын. Ал әкесі тек әкелік міндетін орындау үшін ғана сөйлесетіндей еді. Мұны Маржан бала болса да түсінетін. Ол әкесіне ұнағысы келетін, бір сәт болса да оны қызықтырғысы, қуантқысы келетін. Бірақ оның барлық талпынысы салқын немқұрайлыққа соғылатын. Әкесі өз парызын адал атқаратын, ақша жіберетін, үйге қажет заттарды алып беретін, келгенде бақшаны күтіп жөндеу жұмыстарын жасайтын. Бірақ мұның бәрін жүрек қалауымен емес, борыш үшін істейтін. Әке мен қыздың арасында шынайы жақындық пайда болмады. Әжесі ұлын жиі ақылға шақыратын. Үлкендер Маржан ұйықтап жатыр деп ойлайтын. Бірақ ол бәрін еститін. Қызға әке мейірімі керек деп сыбырлайтын әже. Ол өсіп келеді. Жиі келіп тұр, бірге қыдыр, теңізге апар, қалаларды көрсет. Анашыммен көп жұмыс істеймін дейтін әкесі. Болашақ үшін ақша тауып жүрмін. Болашағын ойлағаныңды білемін деп күрсінетін әже. Бірақ бүгінгі күнін ұмытып жүрсің. Маржан сол сәтте ақ өзінің бар болуы әкесіне ауыр екенін түсінді. Ол оны демалысқа да алмайды, жиі де келмейді. Әкесіне жалғыз, түсініксіз өмір ыңғайлырақ еді. Бұл өте ауыр сезім болатын. Қыз жастығына бетін басып үнсіз жылап алған. Ал таңертең ол ештеңе болмағандай жүрді. Әкесі кетерде қызын әдеттегідей құшақтады. Мен алыс рейске кетіп барамын. Ұзақ көріспейміз. 1 қыркүйекте келе алмаймын. Ештеңе етпес, деді Маржан немқұрайлы қолын сілтеп. Ол әкесінің өміріндегі маңызды сәттерде қасында болмайтынына үйреніп қалған еді. Ең бастысы, әжесі әрдайым жанында болатын. Бұл Маржанның 1 сыныпқа барар алдындағы жазы еді. Ол жазды ерекше есте сақтады. Тамызда туған күні болды.
Әдеттегідей әжесі бақта екі үстел жайды, бірі балаларға, бірі ересектерге. Туған күн әрдайым думанды шаттыққа толы өтетін. Көрші Досымжан ата бәрінен кешігіп келді. Ол Маржанға бұрын соңды көрмеген үлкен жұмсақ аю сыйлады. Карина мен Марина қуана келіп, туған күн иесін құшақтады. Рахмет деп қуанды Маржан. Ал мынау не, деді ол көршінің қолындағы затқа қарап. Жақында шатырдан тауып алдым, деді Досымжан. Лақтырып жіберейін деп едім, гитара екен. Сен музыкант едің ғой, деп қуанды әже. Әйелім қайтыс болғаннан бері қолыма алмағанмын, 15 жылдай болыпты, деді ол, көзінде мұң жылт етіп. Қонақтардың бірі ойнап беріңізші деп өтінді. Карина мен Марина аталарының қасына мақтанышпен тұрды. Досымжан ата гитараны қолына алған сәтте мерекенің сәні кірді. Алғашқы әуенмен ақ бақ іші тынышталып, сиқырлы үнге толды. Маржан таңданысын жасыра алмады. Әуен қалай туады? Қалайша осыншама әдемі дыбыс шығады? Қонақтар үнсіз тыңдады. Ал енді ән салайық, деді біреу. Ересектер әнге басты. Балалар ойнап кетті, Маржанды да шақырды. Бірақ ол орнынан қозғала алмады. Музыкадан көз алмай отырды. Бір сәтте өзі де байқамай, жаралы жауынгер туралы әнге қосылып кетті. Тыңдаңдаршы, қалай айтып отыр, деді біреу. Қонақтар тына қалды. Маржан да тоқтады. Ол жалғыз өзі ән айтуға ұялып қалған еді. Оның кішкентай жүрегін бір белгісіз сағыныш қысып алатын. Маржан кей сәттерде анасы жанында болса өмірі қандай болар еді деп қиялдайтын. Алайда әжесімен бірге ауылда тұрған кезде бұл ойлар оны мазаламады. Ол жерде бәрі жылы еді, тыныш әрі қауіпсіз болатын. Әкесі анда-санда ғана келіп кететін. Ол әрдайым Маржанның туған күніне сыйлықпен келетін, егер рейсте болмаса. Кейде 2 айда бір көрінетін. Маржан үшін ол әрі туған, әрі бөтен адам сияқты еді. Жас, сымбатты көздері, мұңға толы ер адам. Әрдайым жинақы, сәнді киінетін. Әр келген сайын сыйлық әкелетін әдемі қуыршақтар, сәнді көйлектер, қызықты кітаптар. Маржан таңғалатын, әкесі оның армандарын қалай дәл табады екен. Кейін ғана ол сыйлықтардың бәрін әжесі алдын ала айтып отыратынын түсінді. Әкесі көбіне бірнеше күн ғана аялдайтын. Қызымен не жайлы сөйлесу керегін білмейтін. Сабақ, достар, қызығушылықтары жайлы үйреншікті сұрақтар қоятын. Бірақ оның шын мәнінде қызықпай тұрғаны сезіліп тұратын. Ал көрші Досымжан аға мүлде. Лейланың анасы бәрін бірден түсінді де әнді өзі бастап кетті. Маржанға солай әлдеқайда жеңіл болды, бірге айтқанда бойындағы қысылу сейілетін. Соңғы қатарына келген сәтте залдыду қол шапалақ кернеді. Жарайсың деп мақтады үлкендер. Жақтайтасың. Жай ғана жақсы емес, деді Қатира апай басын шайқап. Бұл қызда нағыз талант бар. Мұны сіздерге мәдениет үйінің қызметкері ретінде айтып тұрмын. Осындай қазынаны бізден қанша жыл жасырып келдіңіздер. Өзімде білмеппін, деді әжесі мақтанышпен жымиып. Сол күннен бастап Досымжан көрші әже мен немеренің үйіне бұрынғыдан да жиі келетін болды. Ал Маржан өзі күнде дерлік оның үйіне жүгіріп баратын. Ер адам қызға көптеген көңілді балалар әндерін үйретті. Енді Маржан сол әндерді үнемі ыңылдап айтып жүретін, үйде де, бақшада да, тіпті жол үстінде де. Неге ол бұрын ән айтудың қандай керемет екенін сезбейді екен? Маржан балабақшаға бармаған еді, апарып әкелу тым алыс болатын. Әжесі онсыз да жұмыс істемейтін, сондықтан немересі үнемі соның қасында өсті. Егер балабақшаға барғанда музыкалық жетекші оның дарынын әлдеқашан байқап қалар еді. Ал үйде музыка аз болатын, әжесі көбіне аудио кітап тыңдайтын. Маржан ән мен әуенге деген махаббатын кеш түсінді. Мектеп басталсын дейтін әжесі, сені мәдениет үйіне береміз. Лейланың анасы айтты, оларда хор жақсы екен, тіпті басқа қалаларға да барып өнер көрсетеді. Мұндай талантты көмулі күйде қалдыруға болмайды. Маржан қыркүйекті тағатсыздана күтті. Өз қызығушылығын бөлісетін адамдарды табуды армандады. Болашағы оған жарық ертегідей көрінетін. Оның үстіне ол Досымжан атадан өзін гитарада ойнауға үйретуін өтінді. Алғашында ол қарсы болды. Саған әлі ерте. Саусақтарың кішкентай, қолың әлсіз, мұндай үлкен гитараны ұстай алмайсың, деді. Бірақ ол қателесті. Маржан бірден керекті аккордтарды алып кетті.
Құрбылары қуаныштан қол соқты. Көрдің бе, ата қолынан келіп тұр ғой. Үйретесің енді, десті олар. Үйретемін, деді Досымжан ата басын қасып. Қайда қашам енді сендерден? Ол уәдесінде тұрды. Күн сайын Маржанды аккордтарға өзі білетіннің бәріне үйретті. Қыз бәрін тез қағып алатын. Тіпті өз әуендерін де шығара бастады. Мен музыканы онша түсінбеймін дейтін Досымжан ата әжесіне, бірақ оның есту қабілеті ерекше. Музыка мектебіне берген дұрыс болар еді. Иә, жақсы болар еді деп күрсінетін әже. Бірақ бізде ондай жоқ. Қалаға күнде қатынау мүмкін емес. Көптен күткен 1 қыркүйекте келді. Маржан әлі күнге дейін әжесінің оны ауыл көшелерімен қолынан жетелеп мектептегі салтанатты жиынға апарғанын ұмытпайды. Ол сәл қобалжыды, бірақ бұл қуаныштан туған толқу еді. Олар мерекеге мұқият дайындалды. Бір күн бұрын қалаға барып, ең әдемі блузка мен үлпілдек ақ юбка таңдады. Таңертең әжесі Маржанның шашын қатты өріп, үлкен ақ бантиктер тақты. Қолына гүлден жасалған букет ұстатты. Оның аңқыған иісі Маржанның жадында мәңгі қалды. Жолдан өткендер әже мен әдемі киінген немересіне күлімсіреп, оқу жолы сәтті болсын, тек 5 баға алсын деп тілек айтты. Маржан бәріне алғыс білдірді. Ол кешке тағы да мереке болатынын білетін әжесі көрші балаларды шақырып қойған, ал өзі фирмалық бәліштеріне арнап қамырын алдын ала елеп қойған еді. Маржан мәдениет үйіндегі сабақтарды да асыға күтті. Ол сахнада ән айтуды армандады. Лейланың анасы айтқандай, ол оқытушыға бірден ұнады. Оқытушы оның қабілетін жоғары бағалады, бірақ жастығына қарамай қатал талап қоятын. Нотадан жаңылса немесе сөзін шатастырса қатаң ескерту жасайтын. Соған қарамастан Маржан сахнада өзін еркін сезінетін. Алдымен қосылып айтатын, кейін жеке орындаушыға айналды. Оқытушы оған сүйсінетін. Мұндай дарын сирек кездеседі дейтін ол әжесіне. Бұл өңделмеген гауһар. Оны мықты қолдарға беру керек. Ал бізде жай ғана ауылдық мәдениет үйі. Маржан гитараны да тастаған жоқ. Ол оның өмірінің бір бөлшегіне айналды. Қыз әлдеқашан ұстазынан да асып түскен еді, бірақ күн сайын Досымжан атаға барып жүрді. Оның гитарасы бар еді, ол ақыл кеңесін аямайтын, әрі музыкадан онсындай түсінетін адам жоқ болатын. Олар бір-біріне рухтас жандар еді. Досымжан ата Маржанға ешқашан көрмеген атаның орнын басты, кейде тіпті әкенің орнында толтырды. Уақыт өте берді. Маржан өсті, мектепте жақсы оқыды, хор мен өнер көрсетті, гитарада ойнауын жалғастырды. Әкесі туған күндерінде сыйлық жіберетін, әрине, не алу керегін әжесі айтып отыратын. Маржанның бақытты болуы үшін бәрі бар еді: жанында қамқор әжесі, мейірімді көршілері, адал достары. Ол өзін туған жерінде өз адамы сезінді. Қалаға әкесінің жанына көшу туралы ешқашан ойлаған емес. Ол жақтағы өмір суық, жат көрінетін. Оның балалық шағы жылы, жарық, тыныш еді. Сол бір тағдырлы ақпан күніне дейін. Сол күні сабақ үстінде есік қағылды. Мұғалім біреумен сыбырласып сөйлесті де, алаңдаулы жүзбен: Маржан, жинал. Сені көрші күтіп тұр, деді. Сыныптағы барлық көз Маржанға қадалды. Бұл тым тосын жағдай еді. Досымжан атаны көрген сәтте ақ қыз жүрегінің су ете қалғанын сезді. Ер адамның жүзі сұрланып кеткен, қолдары дірілдеп тұрды. Маржан бірден түсінді. Әжесі оның бүкіл әлемі еді. Оған кенеттен жаман болып қалды, ауруханаға алып кетті, деді Досымжан ата үнсіз ғана басын изеп. Ал әжесінің енді жоқ екенін Маржан кейін білді. Досымжан ата бұл әңгімені қызға тек үйге барғанда ғана айтып берді. Сол күні Маржан әжесінің кенеттен жүрек ұстап қалғанын көрді. Әжесі үйдің алдында тұрған орындыққа отырып демалмақ болды. Сол сәтте көршісі Алмагүл кіріп келді, бірер жұмыртқа сұрап. Дереу жедел жәрдем шақырылды, бірақ келген дәрігерлерге де әжесімен бірге болуға бұйырмады. Сол түнде Маржан нағыз жалғыз қалды, әлемде тек өзі ғана еді. Көршісі оны өз қарамағына алды. Көршісі Алмагүл әжесімен жақын дос еді, балалармен бірге Маржанға қамқор болды. Сондықтан қыз өз үйінде жалғыз қалғандай мұңаймады. Бірақ оған бәрі бір түрлі көрінді. Мұндай болуы мүмкін емес қой, әжем енді ешқашан болмайды. Әкесі сол кезде рейсте жүрді.
Оған хабар берілгенімен алыс жерден жетуге уақыт керек еді. Тіпті жаназаға да бара алмады. Маржан өз болашағын ойлаған жоқ. Көп жылады, көршілермен әжесі туралы сөйлесті. Олар оны жақсы көретін, жылы сөз айтып біршама жұбата түсті. Кейін әкесі келді. Ол қызына сәл шатасып құшақтап, «Жарайды, енді қалада бірге тұрамыз» деді. Маржан ауылдан кеткісі келмеді. Мұнда мектеп бар, достар бар, көршілер бар, хор бар, ең бастысы Досымжан ата бар, ол әрдайым қолдап. Мұнда Алмагүл апа, Лейла мен Лейланың анасы бар. Ал қалада не бар? Суық бөтен әке ғана, қызы туралы ештеңе білмейтін адам. «Жоқ, мен қалаға сізбен бармаймын» деді Маржан батыл әрі анық әкесінен алыстап. Әкесі не айтатынын білмей, шашын сипап ұялды. Сол сәтте көршілер көмектесті. Олар қызға жағдайды нәзік түсінікті етіп жеткізді, басқа жол жоқ. Көршілер Мағжанды құшақтап, оны сағынышпен шығарып салды. Көздерінде жас тұрды, әйелдер де, ерлер де, әжелер мен аталар да. Олар өз телефондарын беріп, әрдайым қоңырау шалуға шақырды. Маржан да жылады. Ауылдан кету ауыр болды, бірақ ақжарқын адамдардың мейірімі оны жұбата алды. Демалыста Марина мен Каринамен бірге менде тұрасыңдар. Ешқандай айырмашылығы жоқ, 2 қыз болсын, 3 қыз болсын, бәрі қызық болады, деді Досымжан ата. Маржан бұл тек сыпайылық үшін айтылған сөз емес, ол шынымен оны күтіп отырғанын білетін. Жүрегі сәл жылып, біршама жеңілдеді. Қыз әкесінің пәтерінде бұрында болған еді. Ол кейде әжесімен бірге қонаққа баратын. Маржанның өз бөлмесі де бар, кереует, үлкен киім сөресі, жазу үстелі, баланың бәріне қажет заттар. Бірақ қызға бұл бөлме мүлде ұнамайтын. Ол әжесінің үйіндегі бөлмесін жақсы көретін. Онда жылы сүйікті заттар, ойыншықтар, қызықты кітаптар, тіпті аквариум бар еді. Жаңа жерде ешқайда қаша алмайсың, бәріне үйрену керек болды. Маржан алдымен кереуетке сол жазғы демалыста Досымжан ата сыйлаған аюды қойды. Бөлме бірден жайлы сезілді. Бұл ойыншық оған әжесімен бірге өткен бақытты алаңсыз күндерді еске салды. Жаңа бөлме, жаңа мектеп, жаңа адамдар, бөтен жер, жаңа ережелер, бәрі өзгеше болды. Әкесі ойда жоқта өзін бір орында ұстай алмайтын. Ол жаңа қызметке ауысты, енді рейстерге шықпай, қызының қасында болу керек болды. Әке физикалық тұрғыда әрдайым бар, бірақ көңілінде алыста жүретін. Маржан байқап отырды, әкесі теңізді әріптестерін, бұрынғы жұмысын сағынатынын жиі айтып жүретін. Ақшасы бұрынғыдан аз, күнделікті есеп жүргізуге тура келеді деп ренжитін. Ербол жақсы әке болуға тырысты, таңертең қызына таңғы ас әзірлейді, кешке күннің қалай өткенін сұрайды. Бірақ Маржан көріп отырды, әкесіне мектептегі ұстаздары немесе сыныптастарының айтқандары қызық емес. Ол сатып алатын заттар, киім-кешек, тамақ, ойыншықтар, тіпті музыкалық мектепке жазу, бәрін міндет ретінде жасап отырды. «Сен қазір гитараны неге ұстамайсың?» деді әкесі. Маржан дем алды. Сол күннен бастап әжесі жоқ болғандықтан ол ешбір нотаны тартпаған еді. Күннің соңында қыз қатты шаршайтын. Бірақ әкесінің сөздері оған музыканы еске түсірді. Ол гитараны алды, саусақтарын сымдарға өткізді, жүрегі жеңілдеді, өткеннің жылы сәттері қайта оралды. Музыка оған тыныштық берді. «Музыкалық мектепке барасың ба?» деп сұрады әкесі. Маржан ойлады да келісімін берді. Балалық шақтан бері айналасындағылар оған бұл мектепке бару керектігін айтып жүретін. Кішкентай ауылда оның таланты толық ашылмайтын еді. Қаладағы мұғалімдерге бару мүмкіндігі болатын. Әкесі оны жазуға көп күш жұмсады. Біріншіден, оқу жылы аяқталуға жақын еді. Екіншіден, мектеп мұғалімдері жасқа байланысты ала алмайтын. Маржан 10 жасқа толған, ал музыкалық мектеп 7 жасқа дейін қабылдайтын. Бірақ әкесі өз талабында табанды болды. Сол аптада қыз жаңа мектепке барды. Мектеп үлкен, жарық үйдегідей емес еді. Алғашында Маржан қобалжыды, бірақ оның орны дұрыс екені тез түсінікті болды. Жаңа білім, музыкалық ережелер бәрін сіңіріп отырды. Мұғалімдер оны мақтады, Маржан үлкен табысқа жетті. Қалада жаңа достар пайда болды, бірақ ауылдағыдай жылы жақын қарым-қатынас болмады. Олар мектепте тек қана уақыт өткізетін. Бірге киноға, катокқа, пиццерияға баратын.
Балалар туған күндерінде клубтарға барады, арнайы аниматорлар көңіл көтереді, ауылдағыдай жайлы әжесі ұйымдастырған достық кештер емес. Маржан әжесін қатты сағынды. Бұл оның өміріндегі екінші үлкен жоғалту еді. Анасы туралы ол ештеңе білмейтін, сондықтан оның жоқтығына қатты қапаланбады. Әжесі басқа еді, махаббат, жылу, қамқорлық. Әкесімен қарым-қатынас тек әдепті, тыныш, бірақ біртүрлі салқын болды. Ол қызының ойлары мен сезімдеріне қызықпайтын. Маржан әжесі берген махаббат пен жылуды сезіне алмады. Бақыттысы музыка бар еді. Маржан гитараны қолына алып әуенге еніп тынышталды. Ол сабақта берілген әндерді ойнайтын, сондай ақ өз әндерін шығаратын. Музыка оған сенімділік беріп көңілін көтеретін. Уақыт өтті, шағын отбасы қалыпқа келе бастады. Маржан алғаш рет өз қолымен жасаған тамақты әкесіне ұсынып, оны қуантты. Ол үйге кіргенде тағамның иісінен таңырқап сүйсінгендей болды. «Сен мұны өзің істедің бе?» деп таңғалды Ербол. «Иә, әжем үйреткен» деп күлді Маржан. Әжесі кішкентай кезінен бастап оны аспаздық өнерге үйреткен еді. Маржан кішкентайынан қамыр илеп, кейін пышақ ұстап тағам әзірлеуді үйренген. Енді ол әкесіне дәмді тағамдар жасап үлкен ләззат алып жүрді. Әкесінің бәрін ризашылықпен жеп жатқанын көру оған ерекше қуаныш сыйлады. Ас үйдегі тағам шеберліктері біртіндеп қалыпқа келді, ал қызы мен әкесінің арасы да біртіндеп жылынып жақындасты. Бұл оңай болған жоқ, екеуіне де көп күш түсті. Бірақ ақыры Маржан өзінің ең басты арманына қол жеткізді, сүйікті, жақын адамының мейірімі мен қамқорлығын сезіне алды. Бұл бірден емес, біртіндеп болды. Әкесінің жүрегі баяу жылынып, қатып қалған қабықша сынды еріп босатты. Бірде Ербол қызының әңгімелерін тыңдап, оған шын көңіл бөлетінін аңғарды. Маржан есейіп, ақылмен сөйлейтін, өмірі оқиғаларға толы қызға айналған еді. Әкесі енді қызына мүлдем басқа көзбен қарайтын болды. Маржан бұл өзгерісті сезіп қуанып жүрді. Әкесі енді жұмысынан тыс уақытта да қызының өміріне араласып, өз жоспарын, жаңалықтарын бөлісетін болды. Әке мен қызы бірнеше рет демалысқа шықты. Бұрынғыдай Ербол Маржанға ірі қалаларды көрсетті. Қыз барлық нәрсеге таңданып айналаны тамашалады, ал әкесі оның қуанышына шын жүректен қуанды. Бұл сапарлар шынымен де керемет өтті. Ербол қызына сәулет, тарих, археология, мәдениет жайлы қызықты деректер айтып, білімін бөлісті. Маржан бұл ақпараттарды үлкен қызығушылықпен қабылдады. Әжесі дүниеден өткен алғашқы жазда Маржан мен әкесі ауылға келді. Әкесі үйді ұзақ уақыттық болашаққа дайындап, терезелерді тұтқырмен жауып, жиһазды полиэтиленмен орап, қажетсіз заттарды шығарып тастады. Әжесі сақтаған фотосурет альбомдары, отбасының тарихы бәрі әкесінің бақылауына көшті. Маржан бұл жерге келгенде бұрынғы таныс орындарға оралғандай сезінді, көршілері мен ескі достарын көріп жүрегі қуанышқа толды. Әкесі қызыны қайтадан қаладан алуға келгенде Маржан көз жасына ерік берді. «Қалай қайтып барамыз?» деді ол. «Мұнда соншама аз ғана уақыт болдық». Бірақ әкесі оны жаңа жұмысқа байланысты алып кетуге мәжбүр болды. Досымжан көршісі бұл жағдайды бірден түсінді. Ол сол жерде бірнеше апта болсын, дос қыздармен бірге жүрсін, таза ауада ойнасын. Бұл оған әлде қайда жақсы деді. Бұл сөздер Маржанға үміт сыйлады. Ол әкесіне үмітпен қарады, өйткені сүйікті ауылға қайта оралу нағыз бақыт болатын. Әкесі келісіп, Маржан қуаныштан секірді. Карина мен Маринамен бірге ойнап, бұрынғыдай достармен уақыт өткізді. Таныс орындар мен көршілердің жылы жүздері оны жұбата берді. Бірақ әжесі жанында жоқ еді, үйі тыныш қалды. Маржан қиналды, бірақ көршілердің қолдауы оған жеңілдік берді. Кейін әкесі қызыны қалаға алып кетті. Маржан көз жасына ерік берді. Дос қыздары оны құшақтап, Досымжан ата басынан сипап, «Жоқ, жылама, бұл соңғы емес. Күзгі демалыста қайта келесің, бәріміз сені күтеміз» деді. Маржан бұл сөздердің шынайы екенін түсініп, көңіліне жылылық алып дем алды. Бірақ ол демалысқа қайта бару мүмкіндігіне ие болмады. Досымжан ата инсульт алып ауылда өзі өмір сүре алмай қалды. Оның орнына қызының досының анасы оны өзіне алды, сондықтан Маржан бұрынғы достарын және мейірімді көршісін қайта көре алмады. Бұл тағы бір тағдырлық соққы болды. Дегенмен әкесімен қатынасы біртіндеп жылынып, өмірі тұрақтала бастады. Әкесінің қолдауымен және кеңесімен Маржан өзін сенімді және бақытты сезінді.
Әкесі жиі теңізге оралуды армандап өзінің сүйікті стихиясын аңсағанымен Маржан оған сенімді сүйенетін туыс адам бар екенін білді. Маржан ас үйде тағам жасап әкесін қуанта берді. Әкесі әр жолы қызының жасаған дәмді кешкі асына таңғалып қуанып мақтанышпен қарады. Осылайша әке мен қызы арасындағы қатынас біртіндеп қалыптаса бастады. Маржан музыка мен достары арқылы өмірін мазмұнды етті, ал әкесі оның бақытын шын жүректен қалап қолдау көрсетті. Уақыт өте әкесінің жүрегі толықтай ашылып, қызының пікірін тыңдап, оның өміріне қызығушылық танытты. Олар бірге демалды, жаңа орындарды көрді, әке қызына жаңа білім берді. Маржан өзіне сенімді, қуанышты қызға айналды. Музыка мен достар оны әрқашан қолдап тұрды, ал әкесі әрдайым жанында болды. Әңгіме оның тағдыры жайлы еді. Тағы да толығырақ айтып берші деп өтінді қыз. Әкесі әңгімесін қайта жалғады. Бұл оқиға кейін белгілі болғандай Ерболдың ескі досы Саматтың мерейтойынан басталған. Бір кездері олар университетті бірге тәмамдап, тіпті бір кемеде қатар еңбек еткен. Уақыт өте жолдары екіге айырылғанымен араларындағы сыйластық пен жылы қарым-қатынас жоғалмаған еді. Самат мерейтойын атап өту үшін мейрамханада үлкен салтанат ұйымдастырды. Қонақтардың арасында Ербол бұрын соңды көрмеген адамдар көп болатын. Солардың ішінде Саматтың әйелінің танысы Индира да бар еді. Ұзын бойлы сымбатты әйел, көзге бірден түсті, талғаммен киінген, сәні келіскен, жүзі жарқын, мінезі жұмсақ. Бір сәтте Индира мен Ербол әңгімелесіп кетті. Аздап ішкен соң екеуі де босаңсып кеш біртіндеп ашық әңгімелерге ұласты. Өмірдің ащысы мен тұщысын қатар қамтыған сырлы сәттер басталды. Сол кезде Индира жақында ғана күйеуінен ажырасқанын айтты. Дәлірек айтқанда, болмашы бір жанжалдан кейін күйеуі оны қызымен бірге үйден қуып шыққан екен. Ол адам өз баласын қалайша солай далаға тастай алады деп күйінді Ербол. Менің де қызым бар ғой. Сабина оның қызы емес, деді Индира ауыр күрсініп. Ол менің алғашқы некемнен туған балам. Бұрынғы күйеуім бөтен баланы ешқашан қабылдай алмады. Ол оны ешқашан жақсы көрмеді. Индира өмірдің ауыр сынағымен бетпе-бет келген еді. Пәтер жалдауға ақшасы жетпейтін, жұмыс табу да мүмкін болмай тұрды, білімі де, тәжірибесі де жоқ. Ол бар өмірін отбасына арнады, үйді күтті, күйеуіне дәмді ас әзірледі, тұрмысты түгел өзі реттеді. Күйеуінің табысты бизнесі бар еді, сол себепті өзін қауіпсіз сезінген. Бірақ сол тыныш өмірдің тасасында толықтай күйеуіне тәуелді болып қалғанын өзі аңғармаған. Енді міне жалғыз қалдым, деді ол. Өзімді де Сабинаны да асырау үшін кез келген жұмысқа жүгіріп жүрмін. Ата-анам ерте қайтыс болған, көмек сұрар ешкім жоқ. Құрбым бүгінгі кешке шақырып бір сәтке болса да ойым бөлінсін деді. Ал мен болсам уайымнан арыла алмай жүрмін. Мен өз жағдайымды ең ауыр деп ойлаппын, деді Ербол ойлана. Сізге әлде қайда қиын екен. Дегенмен бәрі де түзелер. Қаласаңыз мен жұмыс жағынан көмектесуге тырысамын. Бізде теңіз саласында хатшы керек сияқты. Индира бұл ұсынысты байқамағандай болды, бірақ Ерболдың тығырық деген сөзіне ерекше мән берді. Сол сәтте ер адам да өз сырын ашты. Босану кезінде қайтыс болған сүйікті жары туралы. Жалғыз қалған қызы Маржан жайлы, 10 жасқа дейін қызды әжесінің бағып қаққаны, ал кейін бәрінің қаншалықты күрделеніп кеткені жайында айтып берді. Теңізге қайта оралу оның ең үлкен арманы екенін де жасырмады. Қызыма үйде қарайтын адам керек еді, деді ол. Тәртіпті қадағалап үйге ие болатын біреу. Бірақ ешкім келіспейді. Барлығы тек кішкентай балаларға сағаттап қарайды. Ал жасөспіріммен бірге тұрудан бәрі қашады. Бұл сөздерді естігенде Индираның көзі жайнап сала берді. Сіз әлі түсінбедіңіз бе, деді ол толқи. Біздің бүгінгі кездесуіміз кездейсоқ емес. Бұл тағдырдың өзі. Алайда кейін белгілі болғандай бұл кездесу тағдырдың емес, адамдардың жоспарымен ұйымдастырылған екен. Саматтың әйелі күйеуінің досының қиын жағдайда екенін біліп, дәл сондай күйде жүрген құрбысына көмектескісі келген. Сол себепті Индира мен Ерболды әдейі таныстырған. Қызыңыз нешеде деп сұрады Индира. 13-те. Мен жасөспірім қыздарды жақсы түсінемін. Олармен қалай сөйлесу керегін білемін. Міндетті түрде тіл табысамыз. Ербол ойланып қалды. Оған үйге жауапты, сенімді адам керек еді. Ол агенттіктен кәсіби қызметкер іздеген.
Ал мұнда Индира өзі де үстіне қызы бар. Бірақ уақытты қыз, ал теңізге кету мәселесі шешілмей тұр. Жас өспірім кезең өте нәзік уақыт, деді Индира байыппен. Бұл жастан біз Сабинамен өтіп қойдық. Бұл кезде баланы ерекше бақылау керек, әйтпесе опық жеу оңай. Индираның сөзі сенімді шықты. Оның үстіне тәжірибесі бар, қызы Маржаннан сәл үлкен. Қыздар тез тіл табысады. Ал ең бастысы, Индира Ерболға барған сайын ұнай бастады. Ақыры ол келісті. Меніңше бұл жақсы шешім, деді ол күлімдеп. Индира тағдырдың талай соққысына төтеп беріп сынбаған, мейірімді ақылды, жан дүниесі нәзік әйел еді. Дәл осындай адамды Ербол қызының жанынан көргісі келді. Көп ұзамай Индира мен қызы Сабина Ербол мен Маржанның үйіне көшіп келді. Алғашында бәрі тыныш, жылы басталды. Сабина Маржанды көре сала сүйсінді. Шашыңды өріп көрсем бола ма, деді ол. Маржан бұрын шаш үлгісіне аса мән бермейтін. Ал Сабина оның шашынан әдемі өрім жасап берді. Айнаға қараған Маржан өзін тани алмай қалды. Сен өте әдемісің, деді Сабина. Бұл шындық еді. Сабинада Индирада табиғатынан сұлу, өз сұлулығын көрсете білетін еді. Маржан үшін бұл мүлде жаңа әлем болатын косметика, әдемі киім, әйелдік жылылық. Бірде Индира айна алдында боянып тұрғанда Маржанның қызыға қарап тұрғанын байқады. Қызық па деп жымиды ол. Кел отыр, айнадан Маржан бұрынғы өз бейнесін емес, нәзікте әдемі қызды көрді. Сен кереметсің, деді Индира, өзіңді жасырудың қажеті жоқ. Индира мен Сабина Маржанға жетіспеген нәрсені әйелдік мейірімді қамқорлықпен назарды сыйлады. Олар бірге дүкен аралап әдемі киімдер таңдап қыздың бойындағы сұлулықты ашты. Неге өзіңді кең, сұр киіммен жасырасың, деді Индира бірде. Сен сымбаттысың, ұзын бойлысың. Мұны мақтан ету керек. Маржан өмірінде алғаш рет өзін әдемі сезінді. Мектепте де айна алдында да ол енді бұрынғы қыз емес еді. Маржан өзін бұрынғыдай жай ғана ақылды, ойлы қыз емес, нағыз сұлу сезіне бастады. Бұл сезім оны ерекше қуанышқа бөлейтін. Сабина оның өмірінде нағыз үлкен әпке, сырлас құрбыға айналды. Маржан әрдайым армандап келген өзіне жақын адамдай, тіпті аздап әпкесіндей көретін бұл қызға қызығушылық ерекше. Сабинаның жасы үлкен болатын, сондықтан өмір мен махаббаттары жайлы әңгімелейтін. Әңгімелер соншалықты қызық, тартымды еді, Маржан тіпті дем алуды да ұмытып қалатын. Барлығы сериал сияқты әсер қалдырса да, бәрі шынайы өмірден алынды. Сабина керемет әңгімеші еді, сөзі әуезді, байсалды, баяу ағып, әр оқиға Маржанның көз алдына тірі бейне болып көрінетін. Маржан оның әр сөзіне, әр әрекетіне сүйсініп қайта-қайта олардың бөлмесіне бас сұғатын. Қыздар пицца әкеліп қойдым деп күлді Индира. Бұл күндер Маржан үшін шын мәнінде бақытты өтті. Ол өзін нәзік, әсем әйелдер әлемінің бір бөлшегіндей сезінді. Әкесін қатты жақсы көретін, бірақ ол оған дәл осы қыздарға тән жылылықты беруге қауқарсыз еді. Маржан мұндай қарым-қатынасқа мұқтаж екенін енді ғана түсінді. Бұрын оған бұл сезім мүлде таныс емес еді. Бірде Индира Маржанның тамақ пісіре білетінін біліп қатты таңғалды. Мұнау керемет қой, деді ол қыз пештен шығып келе жатқан табаны көргенде. Мұны өзің істедің бе? Иә, деп мақтанышпен жауап берді Маржан, әжем үйреткен. Бұрыннан үйреніп жүрмін. Мейрамханадан тапсырыс берілген тамаққа жалыққан Маржан Индира мен Сабинаны үйдегі тәттілермен қуантқысы келді. Тым дәмді, деді Сабина бәліштен үлкен бір тістеп. Бірақ фигураға зиян ғой. Сенің жасыңда бұл қорқынышты емес, деді Индира күлімдеп. Маржан, сен мені қатты таңғалдырдың. Мен әлі күнге дейін пісіруді үйрене алмай жүрмін. Ал сен әлі жассың, бірақ қандай шеберсің. Маржан бұл мақтаулардан гүлдей жайнады. Сабина мен Индираны қуанту үшін күн сайын бірдеңе пісіруге тырысатын болды. Шынында да оның ас әзірлеу шеберлігі Индирадан асып түсті. Индираның сорпалары көбіне сұйық немесе тым тұзды болып кететін, ал запеканкалары үстінен күйіп, іші шикі қалатын. Ал Маржан бәрін ықыласпен, қуанышпен істейтін. Өйткені олар оған қамқор болып көп нәрсені үйреткен еді. Бірақ бір күні әкесі қайтып оралды. Индира мен Сабина қайтадан жалдамалы пәтеріне көшті. Бұл Маржанды қатты күйзелтті. Ол қыздарға тән
Сырлас әңгімелерді бірге серуендеуді сағынды. Индира мен қызы Сабина оған бұрын білмеген мүлде басқа өмірді көрсеткен еді. Әкесі қызына олардың жоқтығында қалай өмір сүріп жатқанын сұрайтын. Маржан Индира мен қызы Сабинаны ең әдемі сөздермен сипаттайтын. Олар сонда керемет дейтін ол. Өте қызық, өте мейірімді адамдар. Әкесі күлімдеп тыңдайтын қызының қуанышын көріп риза болатын. Бір ай өткен соң Ерболды қайтадан рейске жіберді. Бұл жолы тіпті ұзаққа. Ал Маржанға қайтадан Индира келіп қарады. Уақыт зымырап өте шықты. Әкесі қайтып келгенде Индира мен қызы Сабина ешқайда кеткен жоқ. Олар үйде қалды. Маржан үшін бұл үлкен қуаныш еді. Қыз әкесінің Индираға өзгеше көзбен қарайтынын байқап қалды. Индира да оны жасыруға тырысқанымен Ерболға деген симпатиясы анық көрінетін. Көп ұзамай бәрі өз орнына келді. Әкесі рейстен оралған соң олар некеге тұрды. Үлкен той жасамады, төртеуі ғана мейрамханада отырып атап өтті. Маржан сол кезде бақыттан жетінші аспанда жүргендей сезінді. Бұл мейірімді әдемі әйел олардың отбасына кірді. Ол Маржанға соншалықты қажет әйелдік жылылықты сыйлайтын еді. Сонымен қатар Сабина да үлкен әпке, сырлас құрбы. Маржан ұзақ уақыт армандағандай өмір басталды. Бірақ әкесінің рейсінен кейін бәрі күрт өзгерді. Индираның Маржанға деген көзқарасы түбегейлі өзгерді. Қыз бұрынғыдай қамқорлықты, сырлас әңгімелерді, бірге серуендеуді күтті. Бірақ бәрі тоқтады. Индира өзінің достарымен, сұлулық салондарымен уақыт өткізді. Сабина да өз өмірімен өмір сүрді. Достар, жігіттер, түнгі клубтар. Ал Маржан ол қайтадан жалғыз қалды. Енді оған тек үй шаруасында тамақ пісіргенде ғана назар аударылатын болды. Бүкіл үй шаруасы Маржанның мойнына артылды. Индира күйеуі жоқ кезде мүлде ас әзірлемейтін, үй жинау да қыздың міндеті болды. Ал егер бұрын көмек үшін мақтаса, қазір тек ескертулер мен ұрыстар еститін. Маржанның сабағы музыкалық мектебі бар еді. Әрине үлгерімі төмендеді. Мен шаршап жүрмін, деді Маржан бірде Индираға. Сабаққа да үлгермеймін, музыкаға да. Бұл жалқаулық деп аталады, деді Индира салқын түрде. Бірге тұратын адамдар үй шаруасын тең бөліседі. Бірақ тең деген сөз шындыққа жанаспайтын. Сабина өз рахаты үшін жүрді, кейде тіпті түнде үйге келмейтін. Индира оны түн ортасында барып алып келетін. Ал әкесі бұл туралы ештеңе білмейтін. Оның көзінше Сабина үлгілі қыз кейпінде болатын. Сабина емтихандарға дайындалып жүр дейтін Индира Маржанның әділ наразылығына жауап ретінде. Маржан бір рет Сабинаны кітаппен көрген емес. Оның ойында тек кездесулер мен сауық сайран, сыртқы келбет қана болатын. Косметологтар мен салондардан шықпайтын. Ал әкесі қалдырып кеткен ақшаның басым бөлігі солай кететін. Индира тек күйеуі үйде болғанда ғана мінсіз үй бикесінің рөлін ойнайтын. Ол жұмыс істемейтінін қыздарға қазір ерекше бақылау керек деп түсіндіретін. Ербол бұған сенді. Индира адамдарды өз шешімдерінің дұрыс екеніне сендіре алатын. Бұл оның ерекше қабілеті еді. Маржан бұрын әкесінің бақытты болғанына қуанып жүретін. Бірақ енді оған ауыр әрі қорқынышты болды. Индира біртіндеп мейірімді әйелден қатал адамға айналды. Тағы да гитараңды тарттың ба деп мазақпен айтты ол. Басым ауырып кетті сенің сол теміріңнен. Маржан үндемеді. Ол білетін аузын ашып, өзін қорғауға тырысса, өгей шешесінен сөзбен қорлаудың лық толқыны төгіледі. Бұрын мұндай жағдайдан өткендіктен үндемеген дұрыс, өгей шешесі тез тынышталады. Индираға Маржанның музыкаға деген құштарлығы ұнамайтын. Ол қызды бірнеше рет талантсыз деп атап, музыкалық аспапты бәсеңдетуге мәжбүрлейтін. Қызды музыкалық мектептің сабақтарын өткізіп кетуге итермелейтін. Бірақ музыка Маржан үшін нағыз құтқару еді. Ол ойнап отырып өз жанын бақытқа бөлетін. Өмірде әкесінің қасында Маржан үшін бақыттың өзі аз болатын. Әкесі үйде болса, Индира мүлде басқа кейіп танытатын. Маржан осы өзгерістерге үйрене алмай жүрді. Мейірімді қамқор ананың бейнесінде көрінетін Индира енді нәзік, бірақ шебер манипуляторға айналды. Ербол жиі осындай әйелді кездестіргеніме қатты бақыттымын деп қайталаушы еді. Бірақ Индира біртіндеп әкесін қызысына қарсы тәрбиеледі. Әйел өте шебер әрі нәзік түрде әрекет етін.
Ербол оның шешімдеріне таңырқап қарап кеңеске көмектесуге дайын тұратын. Әрине, әкесінің қызының өмірі қиыршыққа айналса, Ербол қаламас еді. Индира Маржанға музыкалық мектепті тастау керек деп кеңес берді. Сен тым көп уақытты босқа өткізесің, сабаққа көңіл бөлмейсің. Мектептің аты ғана, бірақ сен сол жерге дұрыс емес компанияға барасың деп ойлаймын, деді өгей шешесі. Әкесі әдеттегідей растады. Индираның сөзі Ербол үшін шешуші еді. Сөйтіп әкесінің бұйрығымен Маржан музыкалық мектепті тастауға мәжбүр болды. Қыз өзінің жалғыз қуанышын жоғалтқанын түсінді. Әлбетте кейде өзі үшін ойнап күйзелісті аздап жеңілдететін, бірақ бұл тек уақытша еді. Индира Ерболға қарсы ойындарын жалғастырды, ол адамдарды шахмат фигуралар сияқты ойнайтын. Әкесін сүйкімді әйелге берілгендіктен ол қыздың өзгеруін табиғи деп санады. Жасөспірім кезеңінде Маржан мейірімді қамқор қыздан ренжулі, ашушаң жасөспірімге айналды. Маржан әлі әкесіне өз ойын жеткізуге тырысатын, бірақ Индира әр жолы қайтышып. Бірде Сабина отбасылық қордағы ақшаны алып кетті. Маржан бәрін естіді. Сабина достарымен Алматыға баруды сұрады, бірақ анасы қарсы болды. Дегенмен Сабина шектеулерге үйренбегендіктен барды. Бұл Индираны ашуландырды, бірақ Сабина мойынсұнбады. Әрине, Индира да, Маржан да оның қайдан алғанын білетін. Әкесінің оралғанын күтті, бірақ Индира бәрін Маржанға артты. Сабина сол кезде үйде болып үлгілі қыз кейпін жасап, тіпті анасынан асып түсті. Әкесі оны ұрмаған еді, керісінше сөйлесіп, не үшін сонша ақша қажет екенін сұрады. Мүмкін қиын жағдайға тап болдың ба? Мүмкін көмек керек шығар, деді әкесі. Маржан шындықты айтуға тырысты, бірақ әкесі оған сенбеді. Оның көзінде қыз қиын жасөспірім, ұрлыққа бейім болып көрінді. Ал Индираның сөзі күшті әсер етті, ол әр сөзді шынайы деп қабылдайтын. Маржан ештеңе істей алмады. Уақыт өте Маржан жоғары сыныпқа өтуге дайындалып, өзін сынаққа ала бастады. Ол Сабинаға қарағанда әлсіз шықпайтынын, ал Индира оны әкесіне қалай түсіндіреді деп ойлады. Индира қыздың бейнесін мықтап қалыптастырған. Үлгілі оқушы, дарынды. Әкесіне сөзсіз сендіру үшін бәрін жасады. Бір қызды тәрбиеледім, сенің қызыңды да осылай тәрбиелей аламын деп сендірді Индира Ерболды. Әкесі оған сеніп Маржанды тәрбиелеу құқығын берді. Сен жақсы білесің қалай жасау керегін, деді ол. Маржан біртіндеп осындай өмірге үйрене бастады. Мазақ, салқын қандылық, көп тұрмыстық міндеттер мен шектеулер оның мойнында еді. Кейде өзін Золушканың орнына қойғандай сезінді. Индира шытырман, классикалық өгей шешесі болды. Әкесі болмағанда үйге Бағлан келіп тұра бастады, жас сәнді киінген, әрдайым күлімдейтін. Әйелі қыздарға алыс туыс деп таныстырды. Бірақ Бағлан Индирсқа қараған сайын Маржан бәрін түсінді. Маржан енді Индираға қызығушылық пайда болғанын сезді. Өгей шешесіне жас, әдемі, сүйкімді және сүйіспеншілікпен қараған адам келген еді. Маржан әкесін үшін өкінді, әкесі өз әйеліне сенеді, ал өзі. Маржан Индираға бұл адам не үшін қажет екенін түсінуге тырысты. Тек жақындаса ма, әлде шынайы сезімі ме? Ер адам әдемі журналдардағы модельдерге ұқсайды. Сабина да оған өзгеше қарап қызығушылық білдіреді. Маржан әкесіне барлығын айтып, сақтықпен жеткізді. Әке, сен дұрыс тыңда, мен өтірік айтпаймын. Сен қайтадан Индираны жамандауымды күтпейсің. Біз үнемі ұрсамыз, бірақ бұл шындық, деді қыз. Әкесі сөйлесті, бірақ Индира туысқандар қысқа уақытқа келді деп жалған айтып бәрін өз пайдасына шешті. Қаладағы басқа жерлерге бару, барлығымен араласу бәрі тек өз наразылығын білдіру үшін еді. Маржан әр сөзді естіп отырды, қыз ашумен қолын қысқыштай қысты. Индира әрдайым сенімді көрініп сөзін әсерлі жеткізетін. Ал өзін кінәлі сезінген, проблемалы жасөспірім қыз ретінде емес. Енді не істеу керек деген ой әрдайым ойында тұрды. Үлкен жерге оралу керек, деді ішкі даусымен Маржан, бірақ енді бұл әлде қайда қиын болмақ еді. Ербол өзінен басқа қызына ғана емес, қосымша 2 адамға да қамқорлық жасауда. Міндетті қабылдаған адам отбасының қамын ойлап, лайықты қамтамасыз етуі керек. Маржан енді толық бақылаудан шығып кеткендей сезінді. Әкесі жанында болса оған қолдау керек еді, бірақ кемемен кетіп аз жалақы табу енді мүмкін емес. Индира керемет ақылды, нәзік әйел.
Ербол бір көзқарастан ақ оған ғашық болды. Олардың кездесуін дәл уақытында мерейтойда өткізгені кездейсоқтық емес сияқты еді. Кейін анықталды, Индира мен Ербол бір-біріне көмектесе алады. Барлығы пазл сияқты орнына түсті. Алғашында Маржан өгей шешесі мен әпкесіне туған әпкесіндей қатты қуанды. Қыздың көздері бақыт отымен жарқырап, Индира мен Сабинаның көшіп келгеніне шын жүректен қуанды. Ербол қайтадан рейске шыққанда ол тыныш болды, қызы сенімді қолда болды. Үйге оралу енді әлдеқайда жағымды болды. Қаншалықты бақытты, сүйікті әйелің сені аңсап күтсе, әдемі болса. Ербол мұндай бақытқа өз-өзіне қызғанышпен қарады. Бірақ басталды сол атақты өту кезеңі. Маржан енді өзгерді. Жалқау, ашуланшақ. Индира мен Сабинаға қарапайым өтініштерге де дұрыс жауап бермейтін болды. Бірде отбасылық қазынадан айтарлықтай ақша алды. Ербол алаңдады, қызының нашар компанияға араласқаннан қорқып. Индира да солай ойлады. Маржан өгей шешесіне үнемі шағымданатын, әрине, өйткені ол қыздың еркіндігін шектеп, тіпті үй шаруасына мәжбүр ететін. Ал қыз күні бойы жалқаулықпен өмір сүруді, сабақ пен тұрмыстық жұмыстармен айналыспауды армандайтын. Ербол жағдайды түсінсе де, қызының қиын жасын ең аз шығынмен қалай өткізу керегін білмеді. Ол Маржанға ешқашан толық түсінбеді. Өкініштісі, перзентханада балаға арналған нұсқаулық жоқ. Маржан енді шектен шықты. Ол Индираның Бағлан есімді жігіті бар деп меңзеді. Бұл жас жігіт қалаға көшіп келген әкесін танымаған, бос емес өмірде өз жолын табуға тырысатын. Маржан сендірді, Индира өтірікші, Бағлан оның ғашығы. Ербол қызының адал көздеріне қарады, олардың ешқандай қатысы жоқ екенін көрді. Сол кезде ол үйге жасырын камера орнатуды шешті. Көріп білгендер тікелей телефонына жіберілетін болды. Келесі келгенде Маржан дәлелдер көрсетілетін қызы түсінер еді. Индираны жамандауға тырысу қаншалықты ақымақтық екенін. Индира Маржанды қорқытып үйдегі шаруаны түгелдей орындауға мәжбүр ететін. Бұл жасөспірімге ауыр болды. Маржан тек өз бөлмесін жинап, қарапайым тапсырмаларды орындап қана қоймай, үйді түгелдей таза ұстап, түскі және кешкі ас әзірлеп отырды. Ал орнына тек сөгіс пен қорлау алатын. Ербол үйде болса, Индира мүлде басқа қылық көрсететін. Әкесі оған қарап жүрегі ауырғандай болатын. Маржан өз көз алдында Золушка рөлін ойнағандай сезетін. Индира әрдайым жалған айтып, өзін тәжірибелі әйел ретінде көрсететін. Маржан әкесіне жетуге тырысса да әрдайым сәтсіздікке ұшырайтын. Қызды қорғағысы келген Ербол қиналып, жүздеген километрді артқа тастап, оны құтқаруды армандады. Өмірі қиындап кетті. Маржан көзіне жас толған сәтте Сабина мен Индира оны әдейі күйзеліске жеткізетін. Маржан әкесінің көз алдында құлап жатқандай болып көрінетін. Индира Маржанды көшедегі жолсыз адамдай етіп көрсетуге тырысатын, ал әкесі бәрін сеніп, қызына сенбейтін. Бір күні полиция үйге келді. Маржан алғашында Сабинаның қатысы бар деп ойлады ол. Кейде түнде үйде болмайтын. Бірақ бәрі басқаша шықты. Индира полицияға шағым түсірген, қыз үйде қалмаған деп. Маржан бұл өгей шешесі тағы бір рет қызды қиын жасөспірім етіп көрсету үшін жаңа тәсіл ойлап тапты деп түсінді. Қыз өз бөлмесінде жыламауға тырысып аюын қысып отырды. Ол әкесінен қорқып Индираның ойын бұзғысы келмеді. Бірақ дәл сол кезде есіктен кілт бұрылғанын сезді. Маржан шошып түсті. Кім болуы мүмкін? Сабина мен Индира үйде, әкесі тағы 3 апта кемеде болады. Тек сол кезде есік ашылып, әкесінің дауысы естілді. Мен үйге келдім. Индираның дауысы шаттыққа толы, бірақ сәл шатасқан еді. Қандай бақыт! Мен бәрін білемін. Әкесінің көңілі Индираның қуанышын бөліспеді. Ол суық, нақты шешім айтты. Бәрін жинаңдар, бүгін кешке дейін уақыты бар. Қызымды ешкім ренжітпейді. Маржан өз-өзін қамаудағы құс сияқты сезініп, әкесінің мойнына лап қойды. Енді бәрі өзгеретінін түсінді. Ербол оны мықтап құшақтап, енді бәрі жақсы болады. Кешір, сенің сөздеріне сенбегенім үшін. Ешкім саған зиян келтіре алмайды деді. Егер әңгіме ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз, рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.